ұлттық университетте ерекше күн. Неге десеңіздер, сіздермен біз бәріміз өз сыныптастарымыз болсын, немесе достарымыз болсын, Димашты құрметпен өнер ордасына қарсы алып отырмыз. Бұл елімізге үлкен мақтаныш. Неге десеңіздер, өздеріңіз білесіздер, Димаш жастайын өнер саласына жүріп, Ақтөбеде музыкалық училище болсын, кейін біздің өнер ордасы Қазақ ұлттық университетінде қазір дәріс алды студент болып жатыр. Әрине, мен ең бірінші рахметті кімге айтар едік? Ол Димаштың ұстаздарына. Ол сіздермен сонымен қатар әрине ең үлкен рахмет Қайрат пен Светлана Айтбаевтарға, әке-шешесіне. Неге десеңіздер, Димаштың ата-анасы өте мейірімді, өте талантты, еліміздің мақтанышы болып жатқан жанұя. Жастайынан екеуі өнер саласында жүріп, Қанат Айтбаев керемет композитор. Әрине сонымен біз қазір айта кетуіміз керек. Димаштың жетіп жатқан жеңістері олар аяқ астынан емес. Димаш бұрыннан бері үлкен шараларға қатысып жатыр. Димаш конкурстардан басқа елімізде өтіп жатқан мемлекеттік үлкен концерттер болсын, немесе қазақ хандығының 500 жылдағы немесе басқа үлкен шараларына бәріне Димаш қатысып жүрген өздеріңіз жақсы білесіздер. Жақын арада ғана елбасының өзінің арнайы стипендиясымен Димашты біздің алдын қатар мәртебелеріміз солардың қатарына қосып құрметтеп жатыр. Бұл әрине біздің еліміздің, елбасымыздың Димашқа деген үлкен құрметі. Алладан шүкір тілейтініміз, Алла, мына Димашты көзден, тілден сақта, тосынан сақта, әртүрлі неше түрлі қырсықтан сақта, жолын ашық қыл, баланың бақытын биік қыл, жасын ұзақ қыл. Димашпен бірге қазақ халқының мәртебесі өсіп өсіп. Шын жүректен қаламыз маған сәттілер. Ерекше тебіреніп отырмын. Қазір сөз алмай қалып жатсам, ренжімеңіздер, айтпеңіздер. Бүгін мен қара шаңырағынан келіп отырмын. Бүгін мен үшін ерекше күн. Қазіргі таңда осы отырған бәріміз өзімізді әлемге таныстыратын мүмкіншілігіміз бар, және де сол мүмкіншілікке бізді бөлеп жатырған, бізге барлық жағдай жасап жатырған біздің ұлағатты ұстазымыз, әлем әртісі, ректорымыз Айман Қожабековна шын жүректен ағаларымызға үлкен рахмет, және де әрқашанда қолдап жүретін, демеп жүретін біздің әрине де елбасымызға үлкен рахмет айтқым келеді. Келгендеріңізге үлкен рахмет. Тамаша